Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын тайский салатын дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен тауықтың төс еті қажет болады. Тауықтың төс етін мен духовкада пісірдім. Маринадына тұз, кетчуп, майонез ғана пайдаландым. Пісіріп алған соң осылай турап алатын боламыз. Одан бөлек бізге осындай маринадталған ұсақ қияр қажет болады. Яғни корнишоны қажет болады. Іріректердің ортасын үшке, кішіректерін осылай бір рет қана бөліп дайындап алатын боламыз. Және де бізге осындай екі қияр қажет болады. Қиярды да осылай ұзыншақтап турап алатын боламыз. Және бізге осындай саңырауқұлақ қажет болады. Саңырауқұлақты бір рет шайқап жібердім, себебі соус сәл қоймалжың болды. Сіздер апята, басқа да саңырауқұлақтың түрлерін пайдалансаңыздар болады. Және де бізге осындай жүгері қажет болады. Осындай банкідегі. Оны да осылай үлкендерін 2-3 бөлікке, кішіректерін ортасын бір рет қана бөліп дайындап алатын боламыз. Және бір сәбіз қажет болады. Сәбізді осындай корея күшінен, яғни теркадан өткізіп аламыз. Және де бізге осындай қызыл болгар бұрышы қажет болады. Оны да тазалап, жуып, осылай ұзыншақтап турайтын боламыз. Көк шөптерді ұсақтап турап қосамыз. Көк шөптерде мен кинза және укроп, яғни ас көкті ұсақтап турап қостым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай көк шөптер пайдалансаңыздар болады, бірақ осы 2-3 көк шөпті пайдалануға кеңес беремін. Сол кезде салат өте дәмді болып шығады. Және де сарымсақты ұсақтап турап қоссаңыздар болады. Бір ас қасық копченая паприка қосамыз, тұз қосамыз дәміне қарай, сәл кішкене қара бұрыш қоссаңыздар болады. Және майды, сұйық майды қыздырып құятын боламыз. Осы болгар бұрышының үстінен құйсаңыздар, әдемі аромат шығады. Жақсылап араластырып аламыз. Мен ыдысым сәл кішілеу болған соң үлкен ыдысқа ауыстырдым. Бетіне әдемілік үшін осындай көк пиязды қиғашынан әдемілеп кесіп декор дайындаймыз. Салат өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Мен денсаулығыма байланысты бұл жерге сарымсақ, қара бұрыш және соя қоспадым. Үшеуін қоссаңыздар болады. Соевый соусты қосатын болсаңыздар, бірінші соевый соусты қосып, дәмін татып, барып тұз қосыңыздар.